Маған бұл туралы жазу қиын, сөйлеу одан да қиын, қорқынышты. Бұл менің басымнан өткеніне әлі де сенбеймін. Жарайды, мен бұл туралы айтамын. Күздің әдеттегі күні болатын. Ол кезде ауа райы жақсы болмады. Бірақ Аня мені анасына баруға көндірді. Ол кезде менің көлігім болды. Біз бір ауылға бардық. Оған жақындаған кезде мен аздап қорқып кеттім. Өртенген үйлер, бүтін үйлердің терезелері жабық. Бірде-бір тірі жан көрінбеді. Мен бұл туралы Анядан сұрадым. Бірақ ол мұнда бір-ақ рет болғанын айтты. Өйткені бұл ата-анасымен бірге тұрған кезде бұл олардың саяжайы болған, ал қаладағы үйлер қарыздарға батқанына байланысты шығарылғанын айтты. Ол үйдің қай жерде екенін әрең есіне алды. Мен жол жиегіне тоқтадым. Біз қақпаны қақтық. Есікті бізге қайын-енем ашты. 71 жасында ол өте әдемі көрінді. Әдеттегідей шай іштік, әңгімелер айттық, отбасылық фотоальбомдар көрдік және тағы басқалары. Уақыт түнге жақындады. Аня екеуміз үлкен төсекте отырдық. Мен сөзбе-сөз нокаутқа түстім. Содан кейін Аня мені оятты. Ол дәлізде бір дыбыстар шығып жатқанын айтты. Мен сыртқа шығып, люкті жертөлеге қарадым да, шіріктің иісін сездім. Дәлізде ешкім болмады, және дыбыс тоқтады. Мен Аняға бар естігенімді айттым да, оған жертөлемен иіс туралы сұрадым. Ол өлген ешкілердің, шошқалардың және сиырлардың мәйіттері екенін айтты. Бұл мәйіттерді оған көмуге рұқсат етілмегендіктен, олар малдарды жертөлеге лақтырды. 10 минуттан кейін соққы қайтадан басталды. Содан кейін мен шалбарымнан мылтығымды алдым. Мен құқық қорғау органдарында жұмыс істегендіктен маған кейде қарып алу жүруге рұқсат етілді. Мен шығып ас үйге бардым. Есіктің жанында қайын-енем тұрып, есікті балғамен соқты. Содан кейін ол мені байқады. Мен оны көрдім. Көзінің бәрі қап-қара, аузында тістердің жартысы болған жоқ. Аня бөлмеден шықты. Мен артқа қарадым. Аняның орнына бұл кемпір тұрды. Мен оны 2 рет нысанаға алып атып тастадым. Содан кейін артқа бұрылдым. Мен қайда қарасам да ол сол жерде тұрды. Содан кейін ол жақындай бастады. Мен тұншығып есімнен танып қалғанымды сездім. Медициналық төсекте ояндым. Жақын жерде медбике болды. Олар маған бірдеңе істеді және бұл 2 күн бойы жалғасты. Көп ұзамай мені түрмеге қамады. Себептері түсіндірілмеді. Енді мен бұл туралы кішкене параққа жазып отырмын. Біреу оны көреді деп үміттенемін. Бірақ мен кетуім керек. Өйткені олар мені атуға үкім шығарды. 50 және одан да көп адамды өлтірген үшін өлім жазасына кесілді. Валерияға тиесілі үйдің жанында қараусыз қалған ауылында ес-түссіз табылды. Үй иесінің мәйіті үйден табылды. Қалған 51 мәйіт үйдің жертөлесінен табылған болатын.